Неге депутат министрларға айтпайды? Мен тек соларға айтқанда қолдаймын. Керем болсаң, солардан баста, қарапайым шахтер малшыдан бастамай дейді. Депутат министрлер заң шығарды. Конституцияда мемлекеттік тіл қазақ тілі деп. Тұтынушылар туралы заң бар, 24-ші бабы. Тіл туралы заң бар. Қазақ тілінде бүкіл ақпарат, көрнекі ақпарат қазақ тілінде болу керек деген. Енді сол заңды қарапайым азаматтар бағынбаса, сол заңға тыңдамаса, біз кімнен сұрауымыз керекпіз? Бұл азаматтар жауапкершілікке тартылу керек. Қазақ тілін менсінбей ма? Айыппұл салынсын, жазаға тартылсын. Депутат, министрлер заң шығарып берді ғой. Қазақ тілі мемлекеттік тіл, ата заңымызда жазылған. Орыс тілінің статусы жоқ біздің заңда, естеріңізде болсын. Межнациональное общение, официальный язык деген статусы жоқ. Естеріңізде болсын, ешқай заңда жазылмаған олай. Қашан қайтам сіздерге? Көздеріңізді ашыңыздар.